Екінші классикалық кезең сөзсіз антикалық философияның ондағы қарастырылатын мәселелердің тереңдігі жағынан ең маңызды кезеңі болып табылады. Ол біздің дәуірімізге дейінгі 5 ғасыр шамасында басталып, біздің заманымызға дейінгі 4 ғасырдың соңына дейін жалғасты. Классикалық кезең ең алдымен софистердің, Сократтың, Платонның және Аристотельдің философиялық шығармашылығымен байланысты. Аристотель ежелгі грек ойшылы, Стагира қаласының тумасы, осыған байланысты оны жиі стагирит деп атайды. Ол ликейді, яғни өз ілімін перипатетизм деп аталатын үйреткен философиялық мектепті құрды. Аристотель философиялық білімді Платон академиясында алды. Біздің дәуірімізге дейінгі 343-340 жылдары Аристотель Македония патшасы 2 Филипптің ұлы атақты Александрдың ұстазы болды. Біріншіден, Аристотельдің үлкен еңбегі ол антикалық дәуірде бірінші болып қолда барлық білімді жүйелей алған. Сонымен бірге білімді жүйелеу барысында ол категориялық концептуалды аппаратты басшылыққа алды. Кейіннен бұл аппарат ол жасаған формальды логиканың негізін құрады. Логика Аристотельге әртүрлі ғылымдардың теориялық негіздерін кеңейтуге мүмкіндік берді. Олардың ішінде физика, биология, риторика, саясат және тағы басқа. Сонымен қатар философия мен этика саласы бар. Барлығы Аристотель 10 категорияны сипаттайды. Олар мән, сан, сапа, көзқарас, орын, уақыт, жағдай, иелену, әрекет және қатынас. Аристотель философиясының қалыптасуы платондық антологиямен тығыз байланыста өтті. Аристотельдің антологиясы субстанция ұғымынан басталады. Ол арқылы заттың жеке болмысын білдіреді. Зат субстанциясының маңызды атрибуты оның танымдық қасиеті. Заттың жеке болмысын тану материяның бірлігі мен зат формасының арқасында мүмкін болады. Осы идеяға сүйене отырып, Аристотель болмыстың 4 жоғары себептері туралы ілімді біртіндеп дамытады. Олар материя, бұл қайдан деген сұраққа жауап береді, форма, бұның өзі не болып табылады, тудырушы себеп, қозғалыс басталған жері деген сұраққа жауап іздейді, және мақсатты себеп, не үшін деген сұраққа жауап береді. Болмыстың осы 4 негізі себебін Аристотель өзінің әйгілі метафизика трактатында сипаттайды. Дүниенің мәңгілік мәні Аристотельді бірінші қозғаушы, яғни Құдай идеясына жетеледі. Аристотель әмбебап ойшыл болды. Өзінің метафизикасын жасай отырып, ол өз дәуіріндегі ең озық ғылыми білімге сүйенді. Ол таза онтологиялық теориямен қатар табиғат туралы ілімді, яғни физиканы дамытумен айналысты. Аристотельдік физиканың ажырамас аспектісі табиғи қозғалыс туралы ілім болып табылады. Аристотельдің физикадағы тағы бір маңызды ойы табиғатта болып жатқан барлық нәрсенің іргелі орындылығы идеясы. Аристотель Құдайды осындай барлық жерде болатын мақсаттылықтың негізгі көзі ретінде қарастырды. Аристотельдің теологиялық жүйесіндегі Құдай табиғаттың негізгі үйлестіруші күші болып табылады. Білім Аристотельдің гносеологиясында ерекше мәртебеге ие. Ол өзінің метафизикасын барлық адамдар табиғатынан білімге ұмтылады деген тұжырыммен бастайды. Табиғат заңдылықтарын білудің арқасында адам бірте-бірте өмірлік даналыққа ие болады. Аристотель адам жанына үлкен мән беріп, осы мәселеге жан туралы жеке трактат арнады. Ол жанды шындықты танудың ең қолайлы шарты деп есептейді. Аристотельдің этикасы адамның іс-әрекетін қарапайым талдаудан басталады. Этиканың негізі неде? Аристотель ізгіліктің 2 түрін белгілейді. Олар сезімтал қасиеттер, яғни жомарттық пен ұстамдылық, және ұтымды қасиеттер, яғни даналық немесе парасаттылық. Аристотельдің ойынша ізгілік әрқашан әділдікті көздейді. Әділдікті жүзеге асыру үшін әрқашан пропорция керек.
Әр адам өзінің қабілеті мен еңбегіне байланысты байлыққа қол жеткізуі керек. Әділдікті дұрыс түсіну байлықты бөлудегі диспропорция әлеуметтік катаклизмдер мен төңкерістерге әкелуі мүмкін деген мағына да маңызды. Сондықтан кез келген мемлекетте адам мүдделерінің тәнсіздігін ескеретін заңдарды жасау керек. Дәл осы заңдар қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етеді. Заңдар барлық адамдардың мүдделері ескерілгенде ғана пайдалы болады. Ал мемлекеттік үкімет осы сипаттағы заңдарды сақтаған кезде тиімді болады. Жалпы Аристотель мемлекеттердің бұрыс басты мақсат жалпы игіліктер және дұрыс басты мақсат жеке мүдде түрлерін болып көрсетеді. Дұрыс түрлер біріншісі полития. Полития ежелгі грек тілінен мемлекет деп аударылады. Аристотельдің пікірінше, көпшіліктің орта мүдде үшін билік жүргізетін мемлекеттің ең жақсы түрі. Политияда ең бастысы ұстамдылық, қоғамда сабырлылық, меншікте орта әл-ауқат, билікте орта класс болып табылады. Екінші түрі аристократия. Аристократия ол билік білімді адамдарға тиесілі. Үшінші түрі монархия, ол барлық билік дана монархқа тиесілі. Сонымен қатар мемлекеттердің бұрыс түрлері бар. Бұрыс түрлер демократия, кедейлердің игілігі үшін көпшіліктің билігі, жалпы демократия халық билігі деп аударылады. Екіншісі олигархия, ол аздардың билігі, ол деген байлардың игілігі үшін аз ғана топтың билігі. Және үшіншісі тирания, ежелгі тілінен тирания, тиранның билігі болып аударылады. Бұл билеушінің өз мүддесі үшін билігі. Бұрыс мемлекеттердің ішінде Аристотель демократияны ең қолайлы форма ретінде қолдады. Сонымен Аристотельдің философиясы өте кең ауқымды және өте маңызды болған.